Қымбатты менің көрермендерім, бүгін сіздерге мен мындай қызанақ пен қиярдың қосылып жабылатын түрін көрсеткім келіп тұр. Бұны мен жай жасай салған жоқпын, бұның барлығын турадым, көріңіздер. Қиярды да турап салдым, банканы ашқан кезде дайын тамақ дайын болсын деп. Помидор қызанақтың майда-майда түрлерін алдым, қараңыз. Керемет, ашасыздағы. Кім қаласа қияр жейді, кім қаласа қызанақ жейді, қараңыз. Сондай керемет турап салдым. Енді дәл осы жеміс-жидектің науқанында қысқа сақталатын тағам ретінде керемет азық болады. Соны сіздермен біздер бүгін жасап көрейік. Бұл әдемі қызанақ пен қияр араластырып жабылған банкілерге қысқа сақталатын салатты дайындау үшін бізге керекті заттар. Біз 3 кило қызанақ алдық, 3 кило қияр алдық, сосын банкілеріміз дайын. Енді бізге көк шөптері керек, уксус керек, 1-2 брош, сосын лавр жапырағы керек. Қазір біз бұл жолы помидорды бүтіндей салып, қиярды турап салғымыз келіп тұр. Қазір енді мынау бірінші шөптерін саламыз. Бір-бір банкіге бір-бір селдерей, кішкентай петрушкадан саламыз. Ішінде лавр жапырағы мен бұрыштарын сап қойдық. Бәрін өстіп салып шығамыз. Енді қазір бізге ең қызық болып тұрғаны, осы жолы біз мына қиярды 4-ке бөліп салуын көрейік дедік. Көріңіз, 4-ке бөліп қиярды саласыз. Турап салсаңыз қиярды жеуге де оңай. Ішке кірген кезде, ашқан кезде қиярыңыз оңай желінеді. Мына қияр аузыңызды алып шақ іздеп жүгіріп жүрмейсіз. Дайын қиярларыңыз дайын тұрады. Міне 3-тен 1-ін қиярмен толтырдық. Енді қараңыз, оған турамай-ақ салынатын майда помидорлардан саламыз. Қызанақтар өте күшті қызанақтар, бұл дәмі өте күшті. Бұны ауызға салсаңыз ауызға сыйып кетеді қыстың күні. Қараңыз, қандай әдемі болады. Көп тіркелушілерім көбісі помидорды, қиярды жабуды көрсетіңізші, араластырып жабыңызшы, помидордың бір өзін жабыңызшы деген өтініштер айтыпты. Сондықтан мен осы өтінішті орындайын деп отырмын. Енді бұлай турап салған қиярды көрейік. Ұзыннан емес, домалақтап туралған қиярды көрейік. Оны бір шетіне салсаңыз, ашқан кезде қияр жегісі келетіндер бір шетінен қияр жейді, қызанақ жегісі келетіндер бір шетінен қызанақ жейді. Екеуін араластырып тұрмайды. Көріңіз, қараңыз. Енді туралған қиярдың бәрін бір шетіне салыңыз. Өстіп банкына қиялап тұрып, одан кейін барып жаңағы үстінен мынау майда қызанақтарды сала бастайсыз. Енді оны тұрғызып қойып салсаңыз да болады. Себебі аяғына дейін жету керек бұл. Қараңыз. Сарысында араластырып салыңыз, керемет әдемі көркем сән береді. Бұл тамақты жегенде де сәндік қажет болады. Мына қараңыз. Сондай әдемі көркем болады. Қараңыз, керемет әдемілік көркемді береді. Енді осылай сала беріңіз. Қиярдан 1,5 килодай қияр қап кетті. Помидор қызанақтан 1 килодай қызанақ қалып кетті. Соны біліңіздер. Енді бұған кәдімгідей пістемайды құямыз, жарты қасықтан. Енді бұл қазір қазанға сұйықтық қайнатамыз. Рассол дейді ғой. Қантын, сосын жаңағы тұзын салып, сосын сол рассолды сұйықтығын құю керек. Сұйықтығына қазір барамыз. Міне рассолын дайындауымыз керек. Ол үшін бізге 1 литр суға 1 қасық тұз. Мына жерде 3 литр 3 қасық тұз қоямыз. Тұз саламыз. Енді қантты 1 литр суға 2 қасық қант салу керек. Сонда мен 6 қасық қант салам. Осының бәрі айналдырып, араластырып. Қазір енді бізге уксус керек.
Уксус мына бізде 100 грамм мына жерде. Сонда әр литрге 30 граммнан ғана уксус құйдық, көріңіз. Енді газын осыны араластырып қайнағанын күтеміз дағы. Сол қайнап атқан күйінде банкілерге құйып, банкілерді дәу үлкен кастрөлге салып, астына полотенцемен әдемілеп қыздыруымыз керек. Стерилизация жасауымыз керек. Енді осыны қайнап шыққанын күтеміз. Мына рассолымыз қайнап жатыр, сұйықтығымыз. Енді осыны ыстық күйіндегі қайнаған күйінде бісміллә деп банкілерімізге құя береміз. Енді бұл банкіні мына полотенце салынған әдемі жайғастырамыз. Осылай қайнап шығу керек. Міне үлкен кастрөлге қараңыздар. Мойнына жетпейтіндей қып су құйдым. Міне қақпағын шай ашып қойдым. Қазір осы қайнап шыққанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін бір 15 минут қайнайды. Болды. Сосын жаба бересіздер. Міне қайнап атқанына 15 минуттай уақыт болды. Енді алыңызда бұл банкілердің бәрін жаба беріңіз. Міне біртіндеп жаба береміз. Қараңыз, мына қиярының барлығы қоңырқай болу керек. Міне көрдіңіз ба? Енді бісміллә деп жаба беріңіз. Болды. Өстіп бәрін жауып алыңыз. Міне қараңыз, 7 литрлік банк шықты. Қараңыз, керемет. Көрінісі де керемет, өзі де керемет, қараңыз. Тамаша. 6 жасайын деп ем, артылып қалғаннан кейін 7-шісін жасадым. 7-шісін қараңыз, қандай әдемі. Мынандай қылып турадым, көріңіз. Қалай тураласаңыз да өзінің фантазияңызға байланысты керемет қыста жейтін, таласып, тармасып жейтін қияр мен помидор болды. Мен бұл қияр мен помидорды бір қыздың өтінішімен жасап жатырмын. Сондықтан көріңіздер, жасап көріңіздер. Осылай ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар, айтыңыздар, жазыңыздар. Киім-кетігін айтыңыздар. Каналыма кіріп, осылай қарап жүргендеріңізге мың алғыс. Рахмет, сіздерге көп. Астарыңыз дәмді болсын.